Сәлеметсіздер ме 4-ші сыныптың оқушылары? Бүгін 3-ші тоқсан бойынша қазақ тілдің тжб-сын талдайтын боламыз. Ең алдымен дәл қазір каналға жазылып, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңдар. Ендеше талдайық. Жиынтық бағалау 90 бойынша ұзақтығы 40 минут. Осы тжб-да бізге 4 тапсырма берілген екен, соны біртіндеп орындайтын боламыз. Бірінші тыңдалым және айтылым. Бірінші тапсырма бейнежазбаны мұқият тыңда, берілген сұрақтарға сүйеніп, тыңдалған мәтіннің мазмұнына қарай қатысты өз ойыңды білдір. Осы көк ссылкаға кіріп, бейнежазбаны бірінші алдымен мұқият тыңдаңдар және мәтінде не туралы айтылды, бейнежазбаны көргенде қандай сезімде болдың, мәтінде айтылған оймен келісесің бе, неліктен осы сұрақтарға жауап беруіміз керек. Мәтіндегі бейнежазбадағы мәтіннің тексті осы мәтінді өздерің оқып алыңдар. Енді жауап бейнежазбада табиғаттың таңғажайып кереметі, табиғат ананың бізге берілген игілігі жайында айтылады. Бейнежазбаны көргенде табиғаттың сұлулығына тамсанып, ерекше сезімде боласың. Осындай табиғатты ластамай қорғағың келеді. Әрине табиғатты аялап, барлығымыз қорғауымыз қажет. Себебі табиғат пен адам байланысты. Табиғатсыз тіршілік жоқ деп жазсаңдар болады. Екінші тапсырмаға өтейік. Берілген тақырыптардың біреуін таңдап, монолог құрап айт. Монолог дегеніміз ол ішкі адамның ойы. Осы тірек сөздерді қолдануымыз керек. Табиғат көрінісі, егіз ұғым, азаматтық парыз, ғажайып әсемдік, аялау, орны ерекше деген сөздерді қолдануымыз қажет. Енді оқиық. Табиғат адамзат өмір сүріп жатқан орта, ортақ үй, ортақ мекен. Адам мен табиғат егіз ұғым. Ағаш жапырағымен, жер топырағымен көрікті дейді халқымыз. Табиғат көркейіп, желегі жасыл тартса, адамның да тынысы кеңейіп, көңілі көтерілері анық. Табиғатты қорғау, табиғатты аялау әр адамның парызы. Үлкен-кіші әрдайым оны таза ұстап, құрмет тұту қажет. Оның бізге қаншалықты қажет екені, орны ерекше екендігі баршамызға мәлім. Сондықтан ғажайыпқа толы әсем табиғатымызды қорғайық деп жаздық. Келесі 3-ші тапсырма оқылым. Мәтінді түсініп оқы. Кішкентай бағбан. Садықтың әкесі бағбан. Күн жылынып, қар еріп, жер кебісімен олар құмырсқалар сияқты бақта еңбектенеді. Садық әкесіне үнемі көмектеседі. Бір күні олардың қасына Халел жүгіріп келіп, «Садық, жүр ойнайық» деді. «Менің жұмысым көп» деп жауап берді Садық. «Осыны да жұмыс деймісің? Әкең бәрін жасай салады, ойнаған өте көңілді емес пе?» Халел ойыншықтарын бірінен соң бірі шығара бастады. Садық қатты ойнағысы келсе де, өзін жігерлендіріп, жұмысын әрі қарай жалғастыра берді. Күз келді. Бақтағы жеміс-жидектер пісіп жетілді. Садық жеміс-жидектерді өзі де жеп, досына да ауыз тигізді. Халел жеміс-жидектерді тойып жеп алып, «Қазір мен барлығын де жеп таусамын, ештеңе қалмайды» дейді. «Қалады, әкем, жерана еңбекті ойынға айырбастамай, аянбай еңбек еткендерді өз жомарттығымен сыйлайды» деген дейді Садық. Енді сұрақтарға жауап берейік. Бірінші, Садықтың әкесі бағбан сөйлеміндегі бағбан сөзі нені білдіреді? Астында тұр: бағбан бау-бақша күтуші, баптаушы адам. Бағбан баудағы жеміс ағаштарын уақытында суарып, түбін қопсытып, арам шөптерден тазалап, көктем және күз мезгілінде артық бұтақтарын кесіп сиретіп, ағаштың дұрыс өсіп қалыптасуына көңіл бөледі. Екінші, мәтіндегі қарамен берілген сөздердің мағынасын қалай түсінесің? Кестеге жаз. Сөздер жігерлендіру, ол адамға күш қуат беру, яғни мотивация беру деп айтсақ болады. Ауыз тигізу, дәм тату, жегізу, жеді деген білдіреді. Жомарттық, қолы ашық, кең адамдарды айтамыз. Үшінші, егер болса, онда неліктен, не істеу керек сұрақтарды қолданып, мәтін бойынша шешім табуға бағытталған бір сұрақ құрастырып жаз және жауап бер дейді. Енді осыны жазайық. Сұрақ: егер сен Садықтың орнында болсаң, не істер едің? Халелді. Жауабы: Халелді еңбек етуге шақырар едім, еңбектің пайдасы жайлы айтып түсіндірер едім деп жазсаңдар болады балалар. Енді 4-ші жазылым, 4-ші тапсырма: табиғатты қорғау адамзаттың парызы тақырыбына пайымдау мәтінін құрап жаз.
Адам табиғаттың ажырамас бөлігі. Табиғат пен адам қатар ұғым. Адамсыз табиғат, табиғатсыз адам өмір сүру мүмкін емес. Табиғатты қорғау адамзаттың парызы. Қазіргі кезде экология мәселесі нашарлап кетті. Табиғатты қорғау, сақтау қазіргі жастардың қолында. Қазақ халқында табиғатты құрмет тұтады. Адам табиғаттың патшасы деген ұғым бар. Сондықтан табиғат үшін асыл ана. Өйткені адам баласы табиғаттың тіршілігінде өсіп, өніп, жетілген. Егер осы мәселе қаралмай қала берсе, төңірек ластанып кетеді. Мен өзімнің туған өлкеме қарай, қарағай, шырша, терек, тағы басқа ағаш түрлерін ексе екен деймін. Табиғаттың зардаптарына төтеп беру үшін табиғатты ластамай қорғауымыз керек деп жазсаңдар болады. Балалар, бүгін 4-ші сынып қазақ тілдің ТЖБ-сын 4 тапсырмасын талдап тастадық. Енді келесіде осындай БЖБ, ТЖБ-лар уақытында шығып тұрғанын қаласаңдар, дәл қазір каналға жазылып, қолдау білдіріп кетіңдер. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.